Қасым-Жомарт Тоқаев 2024 жылы 2 қыркүйектегі Қазақстан халқына жолдауында бұл мәселеге назар аударып, азаматтардың шоттарын толық бұғаттау тәжірибесін тоқтатуды тапсырған еді. Алайда тапсырма белгілі бір жылға жақын уақыт өтсе де, бұл салада нақты оң өзгерістер байқалмай тұр. Халқының әлеуметтік әл-ауқатын ойлайтын мемлекет өз азаматтарын жазықсыз шектемей, әділеттік пен құқықтық тепе-теңдігін қамтамасыз етуге тиіс деп есептейміз. Осыған байланысты Ақ Жол фракциясы келесіні талап етеді. Азаматтың қарыз мөлшеріне сәйкес шоттағы қарызыны ішінара бұғаттау тәртібін заңнама жүзінде бекіту. Екінші, шоттарды бұғаттау туралы қаулыда нақты соманы көрсетуді мемлекеттік органдар мен соттар үшін міндеттеу. Үшінші, азаматтардың банктік шоттарына шектеулер енгізілмей тұрып, қарызды өз еркімен өтеу мерзімін белгілеп, бұғаттау жөнінде алдын ала хабарлауды міндетті түрде қамтамасыз ету.